Баршаңызға сәлем. Бүгінгі менің видеома қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге су туралы қызықты мәліметтер айтатын боламын. Ендеше видео басталмас бұрын менің арнама лайк басып, және әлі де арнама тіркелмесең тезірек тіркеліп кетуді ұмытпа. Ендеше біз видеомызды бастаймыз. Су тіршіліктің көзі, онсыз адам баласының өмір сүруі мүмкін емес. Әлемнің жартысынан көп бөлігін су қоршап тұр. Ғарыш әлемінен қарасаңыз да жердің көк түспен көмкеріліп жататыны сол себепті. Күнделікті қолданып жүрген суымыз қарапайым әрі қажетсіз болып көрінуі мүмкін. Дегенмен оның да сұрауы бар. Адам сусыз өмір сүре алмайды. Біздің денеміздің 60-70% судан тұратыны осыған дәлел, ал балаларда 80%. Су тіршілік көзі ретінде ағзада алар орны ерекше. Себебі судың міндетіне жасушаларға құнарлы заттарды жеткізу, дәрумендер мен микроэлементтерді тасымалдау және тыныс алу қызметіне тікелей қатысу кіреді. Судың адам үшін пайдасын сөзбен жеткізу мүмкін емес. Бар жоғы 1-2 кезде су күйзеліспен шаршағанды басады. Жылына бір рет теңізге барып демалудың сыры осында жатыр. Суға шомылып тұру арқылы сіз жүрек талмасынан арыласыз, қан қысымының алдын аласыз. Қызықты деректер: қарбыз 92% судан тұрса, ал қызанақ болса 90% судан тұрады. Осымен біздің видео аяқталды. Егер сіздерге видео ұнаған болса лайк басып, менің арнама әлі де тіркелмесең тезірек тіркелуді ұмытпа.